Армысыздар, қадірлі достар, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің ректоры Марат Сырлыбаев. Марат мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Ең алғашқы сұрағым, жалпы сіздердің сіз басқарып отырған оқу ордасында ғылымды дамытуда қандай жобалар жүзеге асырылуда және де ғылыми жетістіктеріңіз қандай? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Мен былай деп айтар едім, былтыр қазақ неміс ректорларының форумы болды. Сол кезде мемлекет басшымыз, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былай деп айтты. Мен арманым деді, ол кісі айтты, мынау Қазақстаннан Еуразия кеңістігінде үлкен зерттеу хабын жасағым келеді деп. Әрине, егер де өзіміздің президентіміз өстіп айтып тұрса, әрине үлкен жұмыстар істеуіміз керек деп ойлаймын. Оның үстіне біздің министрлікте, біздің министріміз Саясат Нұрбекте осы бағытта үлкен жұмыстар істеліп жатыр. Әсіресе мынау екі министрлік болып бөлінді ғой. Осыдан 1,5 жыл бұрын. Мынау ғылым министрлігі, жоғары білім, мынау ғылым мәселесі өте қатты дамыды. Мен өзім Шоқан Уәлиханов университетінде осыдан 6 жыл бұрын келгем. Бұл келген кезде университетіміз, шынын айту керек, ғылым болған жоқ. Болды, бірақ өте әлсіз болды. Мен келгенде мысалы ұшақ жоба болды университетте. Оның екеуі үлкен кісілер болды, үлкен кісілердің жобалары. Жас келген кісілердің жастар болмады. Жалпы көлемі 20 миллиондай теңге. Ал енді қазір мына аз уақыттың ішінде біз сол миллиардтан асып отыр. Ғылыми жобалардың көлемі, бағасы, өзіңіз ойлаңыз, 50 еседей қысқа уақытта. Бұл әрине қазіргі министрліктің үлкен еңбегінің жемісі деп ойлаймын. Мысалы, былтыр бізде 27 жоба іске асырылды. Хозрасчетный дейді, шаруашылық есеп жобаларды бар, ол жергілікті билікпен, жергілікті өнеркәсіп кәсіпорындармен жұмыс істеудің арқасында біз ғылыми жобаларды солармен де тығыз жұмыс істедік. Мысалы, соңғы 2 жылдың ішінде тек қана 200 миллион теңгеге жергілікті кәсіппен, бизнеспен жұмыс істедік. Сонда үлкен. Ол енді былай айтқанда сонша көп сома емес, бірақ біздің өңірге ол бастама деп ойлаймын. Ал мына гранттық қаржыландыру ол 800 миллионнан асты. Енді бұл әрине министрліктің көп еңбектеніп жатқан арқасында. Мысалы, тек қана өзіңіз білесіз, осы соңғы 3 жылға қазір 647 миллиард ақша бөлініп отыр. Біз де өзіміздің үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Себебі ойлаңыз, қазір былтыр 27 жоба болса, биыл 38 жоба бердік. Ол тек қана грантты қаржыландыруға. Ал енді өткенде біздің университетімізді жаңадан сайланған әкім Марат Мұратұлы Ахметжанов келді. Ол кісілермен де келіссөз жүргіздік, қолдаймыз деп отыр. Оларға көзді ашып жұмғанша 10 жоба беріп қойдық. Негізгісі сол ауыл шаруашылық, кен өндірісі, құрылыс саласында. Бір жағынан білесіз, бізді сәуір айында, 12 сәуір айында ғылым күніне қарсы жаңа заң қол қойылмақшы. Ғылым және технология саясаты деген ол заңды біз қарап жүрміз. Біздің қызметкерлеріміз сол жұмысшы тобында естіп жатырмыз, біліп жатырмыз. Министр де қайта-қайта айтып жатыр. Үлкен өзгерістер болайын деп отыр. Бірінші кезек ғалымдарға жағдай жасау жаңа. Әлеуметтік пакет дейді ғой, оны жасау. Министр бір сөзінде айтып қалды. Өткенде біз ғалымдарды қалыпты қолдау көрсетуіміз керек деп. Бірінші кезекте ол кісі айтты, жалпақ тілген айтқанда кедергі жасамамыз керек деді. Кедергі жасамамыз керек деді. Әрине барлық жағдайлары жасалынып жатыр. Мысалы, қазір біздің ғалымдардың айлығы
соңғы мына бір жылдың ішінде, бір жарым жылдың ішінде бірнеше рет өсті. Мысалы, бір жарым жыл бұрын ғалымдар 200, 300, 400 мыңнан аспаса айлықтары, қазір миллионға барып, миллионда асып жатыр. Әсіресе жас ғалымдар. Бұл нені білдіреді? Бұл ғылымға өте біздің елде өте зор мән беріп жатқан. Мен ойлаймын, бірінші кезек ол біздің президентіміз, ол кісі білесіздер, өте білімді, ғылымды сүйетін адам. Өзі айтқандай, арманым жаңағындай исследовательский хаб дейді ғой, зерттеу хабын жасау деп отыр. Жас ғалымдар көбейді. Бұрын саусақпен санарлық болатын, іздеп жүретінбіз. Ғылымға кел, мынандай жоба жаз, былай істе деп. Ал енді олар біртіндеп көбейіп жатыр, себебі олар көріп отыр қазір. Мысалы, бір-екі жас ғалымыз былтыр нарғы жылы 55 миллион ұтса, былтыр 100 миллион ұтты. Оны жандағы құрдастар көріп отыр. Қазір өте көп енді, ынта көп, жақсы, өте жақсы. Мен өзім ойлаймын, бұл жағы өте жақсы болады деп ойлаймын. Негізінде үлкен прогресс болады деп ойлаймын. Марат мырза, енді мемлекет тарапынан қазір ғалымдарға өте жақсы көңіл бөлініп келеді. Оны өзіңіз де жақсы білесіз. Және де осы 2023 жылдың 1-ші желтоқсаннан бастап отбасы банк арқылы осы жас ғалымдарға баспана беру бағдарламасы іске қосылған болатын. Сіз басқарып отырған оқу ордада қанша жас ғалым баспаналы болды? Мен қазір енді білем, бірнеше өтінім түскенін. Бір қыз алды, Кауметова Динара деген қыз. Өте білімді, өте болашағы зор қыз. Әрине өте көп, 3-4 адам өтінім берген. Ойлаймын, оларды алады деп. Себебі мен білем, оларды кейбір біздің жас ғалымдар, олар тек қана өзі ғана ғалым емес, семьясында келіншегі де ғалым, солай балалары жақсы оқиды деген сияқты. Олар келген өтінім жақын арада алатын шығар олар. Енді жас ғалымдардың үлесі қанша сіздер? Қазір жас ғалымдардың үлесі егер 40 жасқа дейін жас ғалым деп есептесек, олардың үлесі бір 20%-дай болып қалды. Басында айттым ғой, саусақпен санарлық болатын деп. Іздеп жүрдік басында. Сен жұмысты, сенің білімің бар, сенің қолынан келеді деп. Қазір өте, орысша айтқанда резко дейді ғой, күрт көтеріліп жатыр саны. Күрт көтеріліп жатыр. Ынталары бар. Енді Марат мырза, өзіңіз бағана сөз барысыңызда айта кеттіңіз, көптеген жобалар жүзеге асырылуда деп. Енді халықаралық жобаларға келейікші, қандай осы жобалар жүзеге асырылуда қазір? Халықаралық жобаларда біз прогресс бар деп ойлаймын. Бұрында біздің университеттің халықаралық жобаларда қатысып жеңіп отырған, мысалы, Евросоюздың жобалары бар. Темпус 4 деген, Erasmus Mundus деген, Erasmus Plus деген жобалар бар. Осы жобалардың саны жағынан, бөлінген қаржылар жағынан, біз Қазақстанда, мысалы, 119 университет бар десек, соның 4-ші орында тұрмыз. Былайша айтқанда біз енді үлкен өңірлік университет емес қой. Жаңағыдай ұлттық университет емес, бірақ соған қарамастан біздің ғалымдар ол жағын жақсы көрсеткіштер бар. Мысалы, тек қана атап өткім келеді, Ануарбек Қақабаев деген ғалымымыз бар. Сол жігіттің арқасында, негізінде басшылығымен деп айтуға болады, осы 2008-ден осы кезге дейін 19 жоба ұттық біз. Оның ұтқан жобаның көлемі 1,5 миллион евродан асады. Үлкен сома біз үшін. Сол жобалардың арқасында біздің студенттер, магистранттар, жас ғалымдар Еуропа елдеріне барып білім алды, тағылымдамадан өтті. Мысалы, Erasmus Mundus деген жоба бойынша 80 адам Еуропаны көріп, Еуропадан білім алып, солардың тәжірибесімен бөлісіп жатыр қазір біздермен. 2 жыл болды, айтып отырмын ғой, үлкен жобалар өтіп жатырмыз. Сол өңірдің бизнеспен тығыз байланыста болып жатырмыз қазір. Бізде үлкен ірі кәсіпорындар бар. Алтындау Көкшетау деген, Обухский ГОК бар, сосын
минеральный воды деген акционерлік қоғам бар, тыныс деген акционерлік қоғам бар, гормал завод деген акционерлік қоғам бар. Солармен тікелей жұмыс істеп тығыз байланыстамыз. Мысалы, жаңа қазіргі ең бір өзекті проблемалардың бірі бұл су мәселесі, су сапасы. Сонымен минеральный воды деген жаңағы акционерлік қоғам, солармен тығыз байланыста болып, ғылыми зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Өзімізде ғылыми зертхана аштық. Су сапасы бойынша. Бұл өте өзекті мәселе қазір Қазақстан үшін. Өте судың сапасы біздің Көкшетауда мысалы нашарлау. Соны біз жаңағы айналысамыз, аккредитациядан өтейін деп жатырмыз. Құдай қаласа, мамыр айында, маусым айында аккредитацияны өтсек, біз министр айтып жатыр ғой, қазір коммерцияландыру керек деп ғылымды. Соған көшеміз, ойлаймыз біз жаңағыдай қаржы табамыз, ол қаржыны ары қарай ғылымға саламыз деп сондай ойдамыз. Президент үкімет отырысында жасанды интеллект мүмкіндіктерін барынша пайдалануымыз керек деді. Нақты тапсырма берді осы ғалымдарға, осы министрлік тарапына. Енді сіз басқарып отырған оқу ордада осы білім жүйесінде жасанды интеллектті қолдануға дайын ба? Әрине, біз дайынбыз, оны біз министрлікке айтып жатыр. Ол бағытта біз жұмысты бастап кеттік. Мысалы, осы желтоқсан айынан үлкен біздің 33 мұғаліміміз өзінің біліктілігін көтерді. Бізде білесіз ғой, АИТУ деген Алматыда, Астанада университет бар, IT университет Астана. Сонымен Алматы қаласында МУИТ деген бар, международный университет IT-технология. Солармен бірге коллаборация жасап, жаңа оқу бағдарламаларын жасап жатырмыз қазір. Тағы да қосатыным, біз шетелдік университеттермен тығыз байланыстамыз. Солардың бірі Колумбия университет деген университет бар, Нью-Йоркта. Солармен тығыз байланыстамыз. Сонда бізде шақырылған профессорымыз бар, Люблинская деген, доктор Люблинская. Сол кісінің көмегі ол бізде болып кетті. Енді осы көктемде сәуір айында келеді тағы да. Сол кісімен тығыз байланыста болып, бірге жаңа оқу білім бағдарламаларын жасаймыз. Марат мырза, енді студент жыры жатақхана екені даусыз. Енді сіз басқарып отырған оқу ордасында жатақхана тапшылығы жоқ па, байқалмай ма, жалпы жағдай жасалған ба студенттерге? Жақсы сұрақ бұл. Былай ғой, мына жатақхана тапшылығы жалпы бұл совет кезінен болатын. Бізде студент болдық қой. Бұл жилищный вопрос дейді. Сол мәселе, ол сол кезден есімде. Бізге де жас кезімізде жатақхана жетпейтін, сол жарты жылдан кейін келіп орналасатынбыз, үйтіп жүріп орналасатынбыз. Қазір ол тіпті күшейіп кетті бұл мәселе. Әсіресе мына Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкент қаласында, сосын біздің Ақмола облысында. Өте біздерге жыл сайын балалардың оқуға түсуі өте геометрический прогресспен өсіп жатыр. Мысалы, осы 3-4 жыл бұрын ғана 3,5 студент болса, қазір 8,5 студент. Әрине, тапшылық көп. Біздің ең негізгі мәселеміз бұл. Серпін бағдарламасы бойынша 1,5 мыңнан аса бала оқиды. Әрине, бірінші кезек соларды ойлаймыз. Алыстан келеді, үлкен бұл бағдарлама мемлекеттік. Сондықтан мен ойлаймын, келесі жылы біраз мәселе шешіліп қалады деп. Оның үстіне тағы да бір инвестор пайда болды, 180 орындық жатақхана салып берейін деп. Ол тіпті жақсы болар еді. Енді бұл студенттерге жағдай жасалған жақсы бір қуаныш жаңалықтың бірі ғой десек болады ғой. Мен өзім қуанам. Балалар да далаға жүреді. Бізде солтүстік өңір ғой. Оңтүстіктен келген кезде көпшілігі қыркүйек айы суық болады. Ауа райы суық. Олар далада кішкене үйреніп қалған ғой жылға. Соларды көремді, өзім қиналамын мысалы. Енді биыл шешсек өте жақсы болады. Ал Марат мырза, арнайы уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жемісті, жұмыстарыңыз табысты болсын дейміз. Жақсы. Рахмет Қасымхан, сіздерге де сәттілік тілеймін.